Ал тігіншілерге мен бір пайдалы ақпарат беріп кетейін. Осындай остатка маталарыңыз бар болса, көрдіңіздер ма? Мына жерде мінекей кішкентай бөлектері бар, мына жерде үлкен бөлектері бар. Осындай остатка маталардан мынадай құрақ құраймыз. Астыңғы жағы мінекей бөзбен. Мынау 4 сантиметр өте тез болатын оңай құрақтардың бірі ғой. Мінекей мынадай үлкен маталарды біз екі жағына қойып жібереміз. Мінекей екі жағына. Көрдіңіздер ма? Өте әдемі расцветка. Мына жерде неше түрлі расцветкалар бар. Мен неше жыл алдын бір Ақтауда тігін цехта, көрпе тігетін цехта жұмыс жасағам. Неше жыл алдын, енді оны қазір қандай цех екенін айтпай ақ қояйын. Осындай маталар өте көп. Әр жерде коробкаларда жатыр. Жаңағыдай пакет өте көп. Мусор мата дейді да, жаңа хозяйкасы айтады, мусор мата деп. Сөйтіп, мен сол жерде негізі жастық тіктім. Оның бәрі ақша ғой. Мусор мата, туда-суда дейді. Бұның бәрін енді ақша қыламыз. Мінекей мынадай жастықтар тігеміз. Көрдіңіздер ма? Өте әдемі. Мына мінекей бағыты, мінекей соған мән беру керек та, аккуратный қылып тігу керек. Мына жаққа қараған. Ал мынауды да осындай мінекей бір бағытқа қараған. Осындай конфетка тігуге болады. Бұның өзі мысалға Каспий магазинінің өзінде 2500 теңге тұрады. Ал мен өзім Instagram, TikToktарда 2000 теңге деп қойыппын. 10 штуктан жоғары алғандарға 1500 теңгеден беріп жатырмын. Сондықтан осындай остатка маталарыңыз болса, әр жерде жатпай, осындай ақша қылып алсаңыздар болады. Өте әдемі. Той бастарға таптырмас сыйлық қой, негізінде өте керемет.